Ассалаумағалейкум, Аккондожев арнасының құрметті көрермені, видеоға қош келдің. Бүгін қозғайтын тақырыбымыз топ-5 фитнес туралы ең үздік арналар. Видео көрместен бұрын арнаға тіркелуді, лайк басуды ұмытпа. Құрметті көрермен, дайынсың ба? Ендеше бастаймыз. Алексей Мошин 1 миллион аудиториясы бар танымал фитнес-блогер. Жақында ғана ол әйгілі бодибилдерлердің сұхбаттарын аударып жүрген жай ғана аудармашы еді. Бүгінгі таңда олармен бірге жаттығып, тіпті бодибилдинг жарыстарында өнер көрсетіп жүр. Инстаграм желісінде 200 мыңнан астам оқырманы бар. Арнасында көптеген бодибилдинг тағы да басқа тақырыптарда видео түсіріп өз көрермендерін қуантып жүрген жағдайы бар. Алексей өз күшін сынап пауэрлифтинг жарыстарында өнер көрсету шешім қабылдап, жүлделі орындар ала бастады. Мокшин өз 37 жасына қарамастан формасы көптеген адамдарды таңғалдырады. Көптеген жаттығу бағдарламаларының авторы, Nix мобильдік қосымшасының жасаушысы, спорттық киімдер мен аксессуарлар Road to the Dream атты бренд негізін қалаушысы. 2015 жылы мамыр айында Игорь өзінің бірінші арнасын ашты. Жаттығулардан басқа Игорь күнделікті бейне блогтардан шығара бастайды. Онда ол өз өмірін және өз ойымен оқырмандармен бөліседі. Құрметті көрермен, дәл қазір сен бөліп тұрған үшін кешірім сұраймын, бірақ біздің Instagram парақшамызға тіркеліп кетсең, мен саған қатты риза болар едім. Сондықтан тез төмендегі сілтемеге кіріп, Instagramға тіркеліп лайк басып кет. Жалғастырамыз. Ол сонымен қатар рухани дамуға назар аударуды және жанкүйлерін көбірек оқуға кеңес береді. Қазіргі уақытта 2021 жылы арнада 2,5 миллионнан астам жазылушысы бар. Дэвид Лайт әйгілі спортшы және YouTube жұлдызы. Өзінің арнасына жаттығулармен және шабыттандыратын видеолар жиі салып тұрады. Арық-тіріштен бодибилдерге айналған трансформация видеосы 39 миллион астам просмотр жинаған. Дэвид өзінің дене бітімін түзету үшін және сыныптастарының күлкісін тоқтату үшін 14 жасынан баста спортпен айналыса бастаған. Спортшы Gymshark фитнес брендімен келісім шартқа қол қойып, бренддің бір мүшесіне айналды. Дэвид басқа танымал бодибилдермен жиі жұмыс жасайды. Дэвид өзінің формасын қолдау үшін тренажер залында жаттықтырушы болып жұмыс істейді. Қазіргі таңда Дэвидтің арнасында 1 миллионнан астам оқырман бар. Әрине, біз Дэвидтің фанатымызды сөйтіп болады, бізге кумир жабырас болып. Сіздерде осы видеоны көрген шығарсыздар, 39 миллион жинаған, просмотр жинаған. Өздері жоқ. Крис Херри, әйгілі американдық спортшы, әлемдегі калистен қозғалысының негізі қалаушы және танымал етушісі. Крис Барстарс командасының мүшесі, спортшы Zen X Fitness бағдарламасының негізін қалаушы және атқарушы директоры. Кристиан бүкіл әлем бойынша миллиондаған адамдар шабыттандырып, конкурстарға, семинарларға және шеберлік сабақтарына белсенді түрде қатысады. Спортшы сонымен қатар Official Barstars және The Miami Trainer YouTube арналарына мотивациондық видеолар жиі салып тұрады. Сонымен қатар спортшы өзінің жаттығу залын ашып және жеке жаттықтырушы болып жұмыс істеуден бас тартпайды.
Қазіргі таңда Кристің арнасында 2.800.000 астам оқырман бар. Біреу таңғалып, біреу таңғалмауы мүмкін. Бірінші орынға әрине Джефф Кавальер. Фитнес-гуру, әлеуметтік медиа жұлдызы, жеке жаттықтырушы, әлемдегі ең танымал фитнес-блогер десек артық кетпеймін. Ол Арнольд Шварценеггер тағы да басқа боевик фильмдерден бала кезінен көріп, бодибилдингке қызыға бастайды. Джефф қазір Нью-Йорк Медс'дан шыққаннан кейін әйгілі жаттықтыру жүйесінің арқасында ең танымал онлайн фитнес фигураларына айналады. Нью-Йорк Медс'дің бас жаттықтырушысы көмекшісі ретінде 3 жыл жұмыс істегеннен кейін, нәтижесінде 2009 жылы 34 жасында Джефф бейсбол клубынан кету үшін өтініш береді. Алайда бұл оның өміріне жаңа тарауын бастауға мүмкіндік береді. Джефф фитнес бойынша ең танымал онлайн гидтердің бірі болатын жаттығу жүйесін жасады. Қазіргі таңда Джеффтің 11 миллионнан астам оқырман тіркелген. Егер менің ойыммен келіспейтін болсаңыз, өзіңнің нұсқаңды комментке жазып кет. Мен барлығына жауап беремін. Құрметті көрермен, видеоға ұнамаса да тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Өйткені саған бұл 1 секунд, ал маған видеоның дамуына көмектеседі. Алдын ала рахмет. Келесі видеода кездескенше.